685 есеп берілген өрнектердің қайсысы айнымалысы бар өрнек болады. Бірінші өрнекті қарайық. Бұнда барлығы сандар. Айнымалы деп әріпті өрнекті айтады, яғни әріп кездесетін өрнек айнымалысы бар өрнекке жатады. Сонда бұл жерде міне екінші өрнек айнымалысы бар, А деген айнымалысы бар. Одан кейін үшінші барлығы сан жатпайды. Одан төртіншісі міне айнымалысы бар өрнекке жатады. Үш айнымалыдан тұрады. Бесінші айнымалысы бар өрнек міне А деген айнымалыдан тұрады. Және де алтыншысы айнымалысы бар өрнек X, Y деген айнымалыдан тұрады. Сонда жазып қойсақ болады. Екінші өрнек 7А плюс 20. Одан кейін төртінші өрнек А минус 5В плюс С. Бесінші өрнек минус 8А көбейтілген 3А. Және алтыншы өрнек минус 21X қосылған Y минус 7. 686 есеп өрнектегі айнымалыларды атаңдар дейді. Бірінші өрнекте айнымалы А. Біріншіде А, екіншінің айнымалысы В және С. Үшіншінің айнымалысы X, Y. Яғни айнымалы деп әріптерді айтамыз. Төртінші X, Y. Бесіншіде айнымалысы А, В, Д. Және соңғы алтыншы өрнекте айнымалылар А, В, С. 687 есеп бірінші тапсырмада X-тің мәндері келесідей сандарға тең болса, онда 19 минус X деген өрнектің мәнін тап дейді. Бірінші тапсырма деп қойық. Өрнекті жазып қоямыз. 19 минус X және оның мәндерін есептейміз. Келесі сандарды қойып, X тең болғанда X тең 17 болғанда деп жазбай қойық, бірден қоя берейік. 19 минус X-тің орнына 17-ні қоямын. Сонда 2-ге тең болады. Келесі X-тің мәні минус 17 болғанда, онда 19 минус өрнекте бар, және де X-тің мәні минус 17. 2 минус қатар келсе плюсқа айналады. Сонда плюс 17 болады. 19-ға 17-ні қоссақ 36. Келесі X-тің мәні 8,5. 19 минус 8,5. Так, 19-ның бір бүтінін беремізден 5-ті азайтсақ 5 болады. Өтір, мұнда 18 қалды. 18-ден 8-ті алсақ 10,5 шығады. Келесі минус, так, төмен түсіріп жасайын. X тең болады минус 9-дан 4. 19 минус 9-дан 4. 2 минус қатар келеді, плюс болады. 19 плюс 9-дан 4. Бүтінге бөлшекті қосқан кезде жай тіркеп жасалады. 19 бүтін 9-дан 4. Келесі X-тің мәні 30 бүтін 2. Сонда 19 минус 30 бүтін 2. Таңбалар әртүрлі. Үлкен таңбасын қоямыз да, үлкеннен кішісін азайтамыз. 30 бүтін 2-ден 19-ды азайтсам, 30-дан 19-ды азайта саламыз, 11 бүтін 2-ге тең болады минус таңбамен. Енді екінші тапсырманы жанына орындайын. Екінші тапсырмада 5 плюс 4Y. Y-тің мәндері берілген. Бірінші Y тең болады 3 болғанда. Өрнектің мәні 5 плюс 4 көбейтілген Y-тің орнына 3-ті қоямыз. Бірінші көбейтуді орындаймыз. Көбейтіндісі 12 болады. 12-ге 5-ті қоссақ 17. Келесі Y тең болады минус 7-ге. 5 плюс 4 көбейтілген минус 7 тең болады 5. Мұнда оң сан мен теріс санның көбейтіндісі, теріс сан екеуінің көбейтіндісі 28. Таңбалар әртүрлі. Үлкен таңбасын қоямын, үлкеннен кішісін азайтам. 28-ден 5-ті азайтсам 23-ге тең болады. Келесі Y тең болады 0,125. 5 плюс 4 көбейтілген 0,125. Сонда 5 плюс 0,125 4-ке көбейтсек 1 шығады. 5-ке 1-ді қоссақ 6. Y тең болады. Бөлшек екен, төмен жасайын. Y тең болады минус 3-тен 4. Сонда 5 плюс 4 көбейтілген минус 3-тен 4.
онда оң сан мен теріс санның көбейтіндісі теріс сан болады, минус таңбасын қоямыз. Сонда минус 3-тен 4 көбейтілген 4, 16. Так, енді мынаны дұрыстап жазып алайын. 5 минус 16-ны 3-ке бөлсем, 16-ның ішінде 3, 5 рет бар, 1 қалдық қалады. 5 бүтін 3-тен 1-ге тең болады. Енді үлкеннен кішісін алып, үлкен таңбасын қоямын. Үлкені бұл жерде 5 бүтін 3-тен 1, үлкен таңбасы минус. 5 бүтін 3-тен 1-ден 5 алсам, 5-тен 5 алынады, сонда бөлшек бөлігі 3-тен 1 шығады, минус 3-тен 1. Келесі мәні y тең болады минус 42-ден 1. Сонда 5 плюс 4 көбейтілген минус 42-ден 1. 5 плюс пен минус минус болады. 4 пен 42 қысқарады. Мұнда 21 қалады, мұнда 2 қалады. Сонда минус 21-ден 2 шығады. Енді бұл жерде де үлкеннен кішісін алып, үлкен таңбасын қоямыз. Бұл жерде үлкені 5 бүтін. 5 бүтіннен 21-ден 2-ні азайтамын. 5 бүтіннің 1 бүтінін 21-ден 2-ге ұқсатып, 21-ден 21 деп жазып аламын. 1 бүтінді береді, сонда 5 шығады, минус 21-ден 2. 4 бүтінін өзін жазам, бөлшек бөліктерін азайтам. 21-ден 2-ні азайтсам, 19. 4 бүтін 21-ден 19 шығады екен. 688 есеп айнымалының қандай мәнінде берілген өрнектің мәні 51-ге тең болады, яғни теңдік тура болады дейді. Теңдеу ғой, кәдімгі қарапайым теңдеу шешеміз. Бірінші теңдеу x плюс 25 тең болады 51-ге. Қосылғыш белгісіз, қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда x тең болады 51-ден 25-ті азайтсам 26-ға тең екен. Келесі екінші теңдеу. 7-ден 1 азайтылған y тең болады 7-ден 1-ге. Бұнда азайтқыш белгісіз азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін аламыз. Сонда y тең болады 7-ден 7-ден 1-ді алсам 0. Келесі үшінші теңдеу. X бөлінген 2 қосылған 17 тең болады 43-ге. Біртіндеп шешеміз. Бұл жерде бірінші қосынды берілген. Қосылғыш белгісіз x бөлу 2 деген қосылғыш. Оны табу үшін 43-тен қосылғышты азайтамыз. Сонда x бөлінген 2 тең болады. Так, 13-тен 7-ні алсам 6, 3 қалды, 3-тен 1-ді алғанда 2 болады, 26. Енді бөлінгіш белгісіз бөлінгішті табу үшін бөлудің мәнін бөлгішке көбейтеміз. Сонда x тең болады 52-ге. Төртінші теңдеу. 18x минус 102 тең болады 78-ге. Бұл жерде айырма берілген, азайғыш белгісіз. Азайғыш табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосады. Сонда 18x тең болады 0, 1 ойда, 7-ге 8 ойдағы 180 болады екен. X тең болады. Енді көбейткіш табу үшін 180-ді екінші көбейткішке бөлеміз. Сонда x тең болады 10-ға. 689 есеп теңсіздік тура болатындай айнымалының 3 мәнін көрсетіңдер. Бірінші, x үлкен 40-тан. 40-тан үлкен кез келген сан аламыз. Әркімдікі әртүрлі болуы мүмкін, айнымалының 3 мәні. Ең жақынынан бастайын 41, одан кейін 42, 43, кете береді ары қарай, көп нүкте қоям. Осыдан үлкен барлық сандар. Айнымалының 3 мәні бұл жерде тек қана бүтін сандар емес, 41 бүтін 10-5, 41 бүтін 2-ден 1, 41 бүтін 3-ден 1 деген сияқты кез келген оң санды ала береміз 40-тан үлкен. Келесі екіншіде x үлкен не тең 56-дан. Енді бұл жерде ең бірінші мәні x-іміз 56-тан үлкен, не оған тең дейді ғой, яғни 56-ның өзін қабылдаймыз. 56-тан үлкен кез келген ары қарай сандар жаза береміз. 56 бүтін 10-5 деп жазып қойған қызық болсын. Одан кейін 57, 58, 59 деп кете береді, көп нүкте қойып қоямыз. Келесі үшінші. Бұл жерде x кіші не тең 40 бүтін 3-ден 1-ден. Теңі бар, яғни ең бірінші мәні өзінен басталады. X тең болады 40 бүтін 3-ден 1-ден. Енді ары қарай одан кіші дейді. 40 жатады, одан кішкентай. Одан кейін кез келген теріс сан. 40-тан бастаймыз да, 40 бүтін 3-ден 1-ден бастаймыз да, кез келген
сандар 39, 37 әркім өзінікін жаза беруіне болады. 0, минус бірдеме, тағы да теріс сандардың барлығы жатады бұл жерге. Келесі екінші емес төртіншіге келдік. Төртінші өрнек. X үлкен минус 35-тен. Үлкен дейді, минус 35-тен үлкен. Ол бізде минус 34 немесе минус 34,9 деген сияқты кете береміз. Сан өсімін де көрсетуге болады. Минус 35 жақта, одан ары қарай оң сандарға қарай кете береді. Минус 34, минус 33, минус 32, минус 31, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4 деп кете береді. Минус 35-тен үлкен сандар. Үш санды көрсетіп тұр. Үшіншісі минус 32 деп жасалған. Мен бастапқы мәндерін жазып отырмын. Негізі өте көп жаза берген. Минус 33,5, минус 33,175 деген сияқты. Әркімдікі әртүрлі болады. X кіші минус 9,15-тен. 9,15-тен кішкентай десе, онда теріс сандар үлкейе береді. Яғни минус 10 деп кетеді. Минус 11, минус 12, минус 13, минус 14, минус 14,15, минус 14,3-тен 1, минус 20, минус 30, в общем, теріс сандар. Одан кейінгі. Алтыншы, бұл жерде X үлкен минус 80-нен дейді. Минус 80-нен үлкен. Яғни, ары қарай кетеді. Минус 79, минус 78, минус 77, 0, 1, 2, 3, 4, 5 оң сандардың кез келгенін жазуға болады. Не осындай айнымалының үш мәнін жазып шығамыз. Бұл жерде әркімдікі әртүрлі болуы мүмкін.